Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен зебра пирогын дайындаймыз. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап миксерлейміз. Кейін оған ванильді қант қосамыз, сүт, ертілген сары май қосып, 1 минуттай миксерлейміз. Онымен разрыхлительді қосып, тағы да араластырамыз. Теңде 2-ге бөлеміз, әрқайсысына 3 қасықтан ұн және какао қосамыз, және видеодағыдай кезек-кезек 1 қасықтан екеуін салып шығамыз. Зубочистка немесе шпажкамен ою салып шығамыз. Осылай қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын.